17 мыңнан аса қазақстандық интернет алаяқтарға алданып 6 миллиард теңгеден қағылды. Сан соғып қалғандардың қатары жыл өткен сайын артып барады. Кибер қылмыспен күрес неге күткендей нәтиже бермей келеді? Дербес деректер жиі тарауының себебі неде? Азаматтардың ақпараттық қауіпсіздігіне кім жауапты? Бүгін осы түйіткілдің түйінін тарқатамыз. Армысыз әлеумет, студияда Ания Байораз, біз бастаймыз. Қазір өмірімізді интернетсіз елестету мүмкін емес. Цифрлық ғасырда ғаламтор ажырамас бөлікке айналды. Құжат атаулының барлығы жеке бас мәліметтерінің дені қаржылық есеп шоттардың түгелі электронды платформаларда сақтаулы. Оның үстіне алдағы бағыт Қазақстанды толық цифрлық мемлекетке айналдыру. Бірақ кибер шабуылдарға қалай тосқауыл қоямыз? Бас прокуратураның берген статистикасына зер салсақ, интернет алаяқтардың алаңына айналғанын аңғарамыз. Биылда кибер қылмыс көбейді. 8 айда 22%-ға артқан. 2020 жылы 14 мыңнан асса, соңғы 5 жылда 100 мыңға жуық факті тіркеліпті. Жалпы былтыр елдегі алаяқтық деректердің 99%-ы осы интернет арқылы жасалған. Азаматтардың миллиардтаған қаржысы қылмыскерлердің шоттарына аударылып жатыр. Бірақ дәлелдеу қиын. Алданғандардың 70%-ы қаржысын қайтара алмай жүр. Өйткені кибер қылмыс толық ашылмайды. Демек, цифрлық қақпан құратындардан құтқарар қалқан қауқарсыз. Бұл мәселе мемлекет басшысының қатаң бақылауында. Биылғы жолдауда еліміздің барлық саласына жасанды интеллектіні жаппай енгізуді тапсырды. Артынша қауіпсіздік кеңесінің кибер қауіпсіздік жөніндегі отырысын өткізді. Жауаптыларға кибер қатерлерге қарсы күресті жедел күшейтуді жүктеді. Өйткені әлемдік өркениеттің даму көшінен қала алмаймыз. 3 жыл ішінде жаппай цифрлық елге айналу міндеті тұр. Президент кеше жаңа министрлікке қатысты қаулы қабылдады. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінде кей функцияларды басқа ведомствоға бере отырып, жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігін қайта құру туралы жарлыққа қол қойды. Қазіргі құзырлы министрліктің негізінде жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігін құру қажет деп санаймын. Жаңа министрлікті премьер-министрдің орынбасары деңгейіндегі маман басқару керек. Үкімет экономиканың барлық саласын жаңғырту үшін жаппай жасанды интеллектіні енгізу қажет. Қазақстанды бәсекеге қабілетті ел ретінде дамытамыз десек, жұмысымызды жаңаша тәсілмен жүргізуіміз керек. Жұмысты жаңаша тәсілмен жүргізу үшін алаяқтардың күн сайын күрделеніп жатқан айла шарғысына төтеп беру қажет. Ал бізде кибер қауіпсіздік жүйесін үйлестіретін бірыңғай уәкілетті орган әлі жоқ. Қайтпек керек. Бүгін студиямызға жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрінің міндетін уақытша атқарушы Досжан Мусалиев қонақта. Қош келдіңіз. Кешелі бері сіздердің ведомствоның да қызметтеріңіз де өзгеріп жатыр. Сондықтан да жаңа министрліктің жұмысына сәттілік тілейміз. Енді сұрақтарға өтсек. Осы аптаның басында мемлекет басшысының қатысуымен кибер қауіпсіздікке қатысты үлкен отырыс өтті. Бұл бағытта атқарылатын шаруа өте көп. Неден бастау керек? Рахмет сұрағыңызға. Әрине біздің елде цифрландыруға өте көп мән беріледі. Көп жұмыстар атқарылып жатыр. Және де осы соңғы отырыста президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза кибер қауіпсіздікке аса көңіл бөлетін атап өтті. Және сол отырыста стратегиялық шешімдер қабылданды осы саладағы. Атап айтып кетсек, электрондық үкіметті қауіпсіздігін ұлғайту туралы шешімдер қабылданды. Мысалы, қазір біз Қазтек платформасына көшіп жатырмыз. Ол платформада бұрын ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін 3 жыл сайын тексеріп тұрсақ, қазір ол платформада 24/7-де әрдайым тексеріліп тұратын болады болашақта. Және сонымен қатар біз жаңағы ақпараттық жүйелерге талаптарды біз күшейтіп жатырмыз. Бұл жұмыс бүгінге дейін атқарылып келді, бірақ бүгіннен бастап бұл тағы да күшейтіле бастайды. Және біз одан басқа жауапкершілікті көтеретін боламыз. Осы жаңағы әртүрлі қатерлерге қатысты. Сонымен қоса осы жылы жауапкершілікті біз бірінші басшыларға жүктеп қойдық.
ол жаңағы әкімшілік кодекске уже белгіленген. Және де бұл жерде ең үлкен маңызды сұрақ ол жаңағы кадрлар сұрағы. Оған қатысты да тағы да мамандарға қатысты да шешімдер қабылданды сол кеңестікте. Тағы да бізде алда үлкен көп жоспарларымыз бар осы кеңестіктен кейін. Бірақ бір айта кетейін дегенім, қаншама біз осылай техникалық жұмыстарды әртүрлі талаптар жасағанмен кибергигиена деген сұрақ бар. Ол кибергигиена дегенімізде жаңағы адамдардың өздерінің осы кибер қатерлер туралы білуі туралы ақпарат. Олар не деген жаңағы ақпараттық жүйелер қаншама қауіпсіздігі күшті болып тұрғанымен ең жаңағы осалды жері адам болуы мүмкін. Оны алдап жаңағы сол жаңағы хакерлер оны алдап сол жүйелерге кіруі мүмкін. Сондықтан адамдарды бізді сол күрделі пароль қоюға, антивирус қолдануға, тағы да жаңағы басқа сондай жақсы шараларды қолдануға шақырамыз біз. Енді кибер қатерлер азаймай тұр. Оған төтеп бере алатын кәсіби мамандар жеткіліксіз. Осы бағытта, осы олқылықты жою үшін не жасап жатырсыздар қазір? Жаңа өзіңізде айтып кеттіңіз, сол жиналыста мамандар жайында сөз болды деп. Иә, әрине да. Бұл менің ойымша бұл ең маңызды сұрақ деп есептеймін. Өйткені кадр жаңағы мамандар олар жаңағы сол шешімдерді жасайды, сол қауіпсіздікте атқарады. Біздің ақпарат бойынша 2030 жылға дейін Қазақстанда 25 мыңнан аса маман керек болады. Ал бірақ біздің қазіргі бөлініп жатқан грантта тағы оқып жатқан мамандарды қарасақ, ол жылға дейін ең көп дегенде 16-17 мың ғана маман болады екен. Сондықтан осы жылы жыл сайын бұған дейін 1000 грант бөлініп тұрған. Осы жылдан бастап 3600-дан аса грант бөлді. Ол жаңағы киберқауіпсіздік саласына. Онымен қоса бірақ айта кетейін деген жаңағы сол мамандардың сапасы. Сол мамандардың сапасын көтеруге қатысты қазір жаңа шаралар қолданатын болады. Ол оқу стандарттарын қайта қарау. Және гранттарды әрине көтеру. Сосын IT саласында жүрген білікті мамандарды сол оқуға тарту. 12 оқу орнында, Қазақстан бойынша 12 оқу орын бар. Және де жаңағы жоғары оқу орын министрлігі, олар тағы да басқа елдерден коллаборация жасап, бізде тағы да осындай үлкен оқу орындарын ашу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Енді жеке мәліметтер желіде желдейсіп жүр деген жаңалықты жұрт жиі естиді. Бастапқыда барлығы улардай шулағанмен көп ұзамай ұмытылады. Ал құзырлы органдар құйтырқылыққа құрық салуға сендіреді. Бірақ жыл құрғамай дербес деректер қайта жылыстайды. Осыған қатысты біз арнайы материал дайындадық. Бірге көріп алайық, сосын келесі сұрағымызға көшеміз. Құпия ақпараттың жалпыға жарияланған оқиғасы аз емес. Соңғы жағдайды еске салайық. 2019 жылы 11 миллион тұрғынның жеке дерегі тарап кетті. Дамумет медициналық жүйесінен де мыңдаған науқастың мәліметі мәлім болды. Дәл солай 4 жыл бұрын Фейсбуктегі 3 миллионнан аса қазақстандық сан соғып қалды. Тағы 2 жыл алдын шетелдік телеграм ботқа ел азаматтарының жеке сәйкестендіру нөмірі таратты. Былтыр дербес деректеріміз Қытай билігінің құжаттары арасынан табылды. Windows, Apple, Android жүйелері бұзылған. Биылда біраз машақатқа түскеніміз есте шығар. Ақпараттандыру бойынша заңды күшейткелі отырмыз. Кибер қауіпсіздікті салалық мәселе ретінде қарастырамыз. Сондықтан жаза тұрғысынан ережелерді сақтау бойынша нормаларды қатаңдата береміз. Міндеттілік түсінігі пайда болып, белгілі бір органдардың ескертуге қатысты тетігін жетілдіреміз. Дамыған елдерде мұндай дау-дамайдан жауапты орган жалтарып қала алмайды. Деректер тарап кетсе, жылдық айналым табысының 7%-ын айыппұл ретінде төлейді. Мүмкін бізде ондай жүктеме болмағандықтан мәселеге жүрдім бардым қарайтын шығар. Біздер үшін бұл жаңа бағыт қой. Жаңа бағыт. Осы кезге дейін енді біз материалдық заңды қабылдадық та, бірақ мынау осыны реттейтін процестік заңдар, сонымен қатар жауапкершілік мәселесі туралы заңдарды осы кезден қарастырмағанбыз. Енді бұған да кезек келді. Көп ұзамай бұған да бір тосқауыл қоямыз деп ойлаймын. Негізгі профильді заң, жаңадан қабылданғалы жатқан цифрлық кодексте де бұл мәселелер көрініс табу керек. Сарапшылар елде кибер қауіпсіздік агенттігін құру жайын
жиі көтереді. Сосын осы саланың қалқанын бері кету үшін бюджеттен бөлінетін қаржыны арттыруды айтады. Дей тұрғанмен кибер қауіпсіздік тұрғысынан қара жаяу емеспіз. Bug Bounty атты бағдарлама бар. Сол арқылы ақ хакерлер ақпараттық жүйелердегі ақауларды анықтайды. Яғни оларға сондай құқықтық мәртебе берілген. Соған сай мемлекет немесе жеке компаниялар күмән туғызатын мәліметтер базасын сүзгіден өткізіп сұрыптап отырады. Нысаналы ғыл арнайы түйін бағдарламасы үшін. Досжан Уалдинұлы, енді өзіңіз көргендей мәселе өте өзекті. Осы ретте сарапшылар кибер қауіпсіздік агенттігін құруды айтып жүр. Бұл ұсынысқа қалай қарайсыздар? Бұл ұсыныс туралы көп естіп жатырмыз. Әрине, бірақ шешімді біздің мемлекет басшысы қабылдайды бұл туралы. Бірақ қазіргі таңда сол агенттіктің береді деген жаңағы оң тараптары, оң жақтарын біз уже ұйымдастыру ретінде министрлік тарапынан жұмыс істеп жатырмыз. Ол біз жаңа талаптарды, жаңа алдындағы айтқандай талаптарды күшейтіп жатырмыз, жаңа ақпараттық жүйелердің иелеріне, сосын жауапкершілікті арттырып жатырмыз, және тексеру жұмыстарын да көбейтіп жатырмыз. Сондықтан агенттік болашақта болуы мүмкін, бірақ қазір біз сол агенттіктің істей алады деген жұмыстарын қазірде біз жұмыс істеп жатырмыз. Енді жалпы елде дербес деректердің қауіпсіздігіне кім жауап береді? Білуімізше мәжілісте 20 адам делінген. Осыған нақтырақ тоқталып кетсеңізші. Біз көбінесе жаңа реттеуші болып келеміз. Біз жаңа саясатты жүргіземіз. Осы салада заңдар қабылдаймыз, жаңа талаптар жасаймыз, және сол талаптардың орындалуын қадағалаймыз. Ал сол талаптарға сүйенсек, сол ақпараттық жүйелердің иелері, меншік ететін иелері және сол жаңағы операторлар, солар жауапты. Сондықтан талаптардың барлығы заңда жазылған, солардың бәрін орындалса, ақпарат жаңағы деректердің қауіпсіздігі өте жоғары деңгейде болады. Батыста кибер қауіпсіздікке саланың білгірлері де атсалысады. Оларды ақ хакерлер деп атайды. Осыны бізде қолданамыз ба? Егер де қолданбасақ, неге қолданбаймыз? Өте керемет сұрақ. Біз Қазақстанда өте жақсы қолданамыз. Біз сарапшылармен өте жақсы тығыз жұмыс істейміз. Ең алдымен осы жаңағы заңдар, талаптар жасаған кезде біз әрине сарапшыларды шақырып, олардың ойларын тыңдап, солармен бірге заңға талаптар кіргізуді жұмыс жүргіземіз сондай. Сонымен қатар жаңағы ақ хакерлер дедіңіз ғой, оларда бізде Bug Bounty деген платформа бар. Ол заңды түрде заңға енгізіліп көрсетілген сол туралы. Ол дегеніміз не? Bug Bounty. Ол жерде жаңа хакерлер өздері біздің Қазақстандағы жүйелердегі осалдықтарды тауып, сол жерге заңды түрде сол туралы хабар беруге мүмкіндік бар. Сол осалдықтарды біз алып, жаңағы сол ақпарат жүйесінің иелері соларды жөндеу жұмыстарын сосын жүргізеді. Сондықтан бізде ол батыстағы жұмыс, сол жаңағы практиканың бәрі бізде де бар. Ең маңыздысы бұл жердегі сол осалдықтарды жөндеу және соның жаңағы көзін жою болып тұр. Сондықтан ол жаңағы айтып кеткендей операторларға жүктеледі. Ол тезірек сол осалдықтарды жапса, әрине уже басқа жаңағы қара хакерлер дейміз, ол жаңағы. Қара хакерлер кіре алмайды ол кезде. Енді қарапайым ғана мысал келтірейінші. TikTok әлеуметтік желісіндегі нұсқаулықты пайдалана отырып, мектеп оқушысы қаламыздың жарнама тарататын экранның бағдарламасын бұзып, суреттерді енгізді. Мінекей осындай нәрселер болмау үшін қайтпек керек? Әрине бізде ондай практикада бар. Бірақ оларды біз жаңа көбінесе IoT дейміз. IoT деген Internet of Things деген, ол жаңағы интернет заттары деп белгіледі. Көбінесе олар қалай кіре алады? Өйткені сол жаңағы IoT-лердің ақпараттық қауіпсіздік талаптарын орындамайды көбінесе. Ол жерде стандартты түрде парольдар болуы мүмкін. Жаңағы зауыттан шығады ғой. Зауыттан сол жаңағы заттар шыққан кезде 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген пароль болуы мүмкін. Сондай парольдар қалдырып қою мүмкін, және бағдарламасын жаңалатпауы мүмкін. Өйткені күнде жаңа хакерлер жұмыс істеп, сондай жүйелерде әртүрлі осалдықтар іздейді. Сол осалдықтар іздеген кезде сол компанияның өндірушісі соларды жауып, жаңа бағдарлама енгізу керек. Соны жаңалатпайды.
Сондықтан солардың бәрін қолданып, балалар да әрине соны жасай алады. Ең алдымен жаңа айта кеткендей, операторлардың, жаңағы сол системалардың иелерінің жауаптылығы. Солар ақпараттық қауіпсіздік сұрақтарына үлкен мән берсе, сол кезде ондай нәрселер болмау. Міне, жауапкершілік демекші. Мына дамыған елдерде жеке ақпарат тарап кетсе, соған жауапты мекемелер жылдық айналым табысынан айыппұл төлейді. Ал бізде айыппұл төлемек түгілі айыпталғандарды да көрмей жатамыз. Осы жауапкершілікті сезінбегеннен соң осындай дерек көп шығарық. Қайтпек керек? Әрине сізбен толық келісемін. Бұл жерде айыппұлдың осы жылға дейін айыппұлдың деңгейі өте төмен болған. Осы жылдың басында әкімшілік кодекске тиісті өзгерістер енгізіліп, айыппұлдар 5-ден 10 есеге дейін көтерілген. Қазіргі таңда ең үлкен айыппұл осы саладағы 2000 айлық көрсеткішке тең болып келеді. Бірақ осы жерде айта кетейін дегенім, 2000 айлық көрсеткіш ол ең жоғары айыппұл болып есептеледі. Осы әкімшілік кодекстің жалпы өзінің ішіндегі. Сондықтан ол ең үлкен бізде бар. Сіз айтпақшы, айналым айыппұлдары ол біздің әкімшілік кодексінде ондайлар көрсетілмеген. Сондықтан біз осы сұрақ туралы қазір жиналып, осыны қарастырып жатырмыз. Осы топтар оң шешімін тапқан кезде енгізілетін болды. Бірақ қазір оны жаңағы қарастыру жұмыстары жүріп жатыр. Бірақ әрине бұл айыппұлдың қазірдің өзінде де айыппұлдың деңгейі көтерілгендіктен қазір біз осы жылдан бастап тексерулерді көбірек жасап жатырмыз. Соның өзінде ол да уже көп әсер етіп жатыр. Басында айтып кеттім ғой мен сізге, біз жауапкершілікті бірінші басшыларға және олардың орынбасарына жүктеп қойдық. Сол әкімшілік кодексі. Бұл да өзінің жақсы әсерлерін қазір беріп жатыр. Енді дербес мәліметтерді таратқаны үшін берілетін жазаны күшейту керек деді президент. Иә. Осыны барлығы есте сақтаса екен, иә? Киберқылмыстарды тергеуге қатысатын мемлекеттік органдардың құзыреті артуы мүмкін бе? Иә, әрине қазір бұл сұраққа өте үлкен маңыз беріліп жатыр. Өзіміз білетіндей цифрландыру көбейген сайын киберқылмыстар көбейіп жатыр. Сондықтан бұл жерде олардың құзыры көбеюі мүмкін. Бірақ бұл жерде кетейін дегенім, киберқылмыс ол трансшекаралы болып саналады. Ол мысалы осы жерде отырған компьютерді бір хакер бұзып жатса, біз оны тергеу жасаған кезде басқа елден деп көруіміз мүмкін. Өйткені оның жаңағы IP адресі осы жерге кірген, басқа елден болуы мүмкін. Ал бірақ шынында ол хакер біз мына жерде қасымыздағы бөлмеде отыруы мүмкін. Сондықтан сол қасымыздағы бөлмедегі хакерге бару үшін бізде жаңағы халықаралық ынтымақтасты осы киберқылмысқа жұмыстар бойынша былай нығайту керек. Осыған байланысты бізде Будапешт конвенциясы бар. Соған кіру үшін Қазақстан қазір көп жұмыстар істеп жатыр. Сенімімше алдағы жылдарда біз оған кіру керек. Ол сол жаңа киберқылмыстарды тезірек ашуға көп әсерін тигізеді деп ойлаймын. Одан өзге қандай елдермен серіктестікті орнатқанбыз? Қазір бұл жақта біз екі жақты келісім сөздер жүргізіп жатырмыз. Әртүрлі оның ішінде жаңа түрік елдерінің мемлекеттері бар, және осы біздің Евразиялық одақтастығымыздағы мемлекеттер бар. Енді әрине ол екі жақты келісімдер көбінесе көп жақсы әсер береді осы сұрақтарда. Бірақ енді жаңа Будапешт конвенциясына кірсек, ол жерде көп елдер кіреді, және бұл жерде практикалық ынтымақтастық бар. Ол жаңағы халықаралық ынтымақтастықты өте бір маңызды деп есептеймін. Тек қана жаңағы қағазда емес, ол практикалық ынтымақтастық. Досжан Уалдинұлы, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстанның қауіпсіздігі бекем болсын деген. Рахмет. Заман қарыштап дамыған сайын барлық бағыт жаңарып отыратыны заңдылық. Тәрбие тал бесіктен басталады демекші, цифрлық сауаттылық та санаға ерте сіңірілуі керегі уақыт талабы. Себебі қарашаның қалтасын қағып, тапқан таянғанын тып-типыл еткізіп жүрген алаяқтар енді айласын балалардан асыра бастады. Ал киберқауіпсіздіктің алдын алудың басты жолы цифрлық сауаттылық. Шерхан Абзалұлы бұл бағытта қандай жұмыс атқарылып жатқанын білуге тырысты.
Диас Нұрсопардың ұлы ала жаздай жұмыс істеп тапқан 300 мың теңгесінен бір-ақ сәтте айырылды. 12 жастағы бала сайтта саудаланған телефон иесін іздеп белгіленген орынға барады, бірақ балаға айласын асырған алаяқ смартфонды өзі емес, досы көрсететінін айтады. Алайда әлгі әккі айлакерге алданатынын Диастың ұлы ғана емес, телефон сатпақ болған жігіт те білмеген. Екеуіне видеомен звондайды анау. Баяғы түрін көрсетпейді ар жағынан бір. Мынау мен бауырым Әлихан деген дейді, анаған айтады. Анаған бұрыш дейді, мынау айтады, мынау жаңа менің досым дейді. Екеуі бірін-бірі келтіреді. Сол жерде сөйтіп тұрғанда ұлыма қайта айтады. Сен енді алатын болсаң, сразу маған жібере бер, сал ақшаны, айтса басқа бір алам деп. Солайша саудасының сәтті болғанына сенген аңғал бала анасына хабарласады. Бет-жүзін көрмеген бейтаныс азаматқа ақшасын аудартады. Бірақ бұл сәтте алаяқтың арбауына түсетіні ойын баласының ойында болмаған. Телефонды алып кетіп бара жатады ғой енді машинаға қарай. Сол кезде анау айтады, тоқта дейді, сен қайда кетіп бара жатсың? Ақшаны қайда? Маған ұлым айтады, беріп қойдым емес пе? Қалай сен беріп қойдың ақшаны? Әлі алғам жоқ қой дейді. Қалай алған жоқсың? Мынау нөмірді кім? Анау айтады, білмеймін бе дейді. Сол ортада бәрі өшіп қалады. Аумин. Цифрлық сауаттылықтың төмендегі киберқауіпке алып келеді. Соны білген алаяқтар да құйтырқы әрекеттің түр-түрін табуда. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, биылдың өзінде 16 мыңнан астам азаматты жер сипатып, 34 миллиард теңгесін қағып алған. Полицейлер олардың тек 1200-ге жуығын ғана қолға түсіріпті. Енді ішкі істер министрлігі қауқарлы деп мен сізге айта аламын. Ағымдағы жылдың өзі 6 ұйымдасқан қылмыстық топ бойынша істер қозғалып, жауапкершілікке тартылып жатыр. Оның ішінде бізде 15 шетел азамат ұсталынған. Мамандар жеткілікті. Бізде ішкі істер министрлігінің жоғарғы оқу орындарында арнайы топтар да оқытылып жатыр біздің тыңдаушылар. Білім министрлігі оқу бағдарламасына цифрлық сауаттылық пәнін енгізді. Биылдан бастап балаларға жасанды интеллектін үйретіп жатыр. Киберқауіпсіздікке қарсы күресті күшейтпесек болмас. Бұрындары тек егде жастағы адамдарды алдайтын алаяқтарға қазір орта жастағыларды сан соқтыру қиынға түсетін емес. Шерхан Абзалұлы, арнайы түйін бағдарламасы үшін. Киберқылмыс Қазақстанды ғана емес, тұтас әлемді алаңдатқан мәселе. Әрі алаяқтарда шекара жоқ. Ел экономикасына салмақ салады, халықтың қаржысын қарпиды, тіпті бала тағдырында тәлкек етіп жатқанын көрдік. Бұдан шығатын қорытынды цифрлық сауаттылықты жаппай арттыру. Түйткілдің түйіні осы. Келесі жұма 24 кезет арнасында жүздескенше.